Сендер асығады сыймай ол Жайдарман. Үлкен кіші әр күн сайын қимай үздіктерді анықтайды. Жайдарманға қош келдіңіздер. Кеттік! Қала күніне орай Орал қаласының әкімінің жүлдесіне арналған Жайдарман фестивалі ұйымдастырылуда. Бұл фестивальдің бүгінгі бір ерекшелігі біздің қаламыздағы үлкен осындай амфитеатрда өтуі. Яғни бұнда өтуінің бір жақсы бір себебі көбірек шоғырланатын жері жалпы республикамыздағы яғни жақсы мықты деген 9 команда қатысуда. Бүгінгі Жайдарман ойындары яғни еліміздің түкпір-түкпірден команда келуде. Яғни бұл барлығы біздің қала күніне негізгі мақсаты халықтың жастардың жақсы демалуына жағдай жасау, сонымен қатар жастардың бос уақытын тиімді өткізу мақсатында жастарды Жайдарманға кеңінен тарту мақсатында ұйымдастырып отыр. Сонымен қатар Қазақстан КВН одағының басшысы яғни Есен Елеуке мырза қатысып отыр осы шараға. Яғни бұның жастардың Жайдарманға деген қызығушылығын арттырады деген сенім бар. Әрқашан көріп жүрейік, өз көңілімізді көтеріп жүрейік деген мақсатта осы Жайдарман ұйымдастырып отыр. Я не делаю тут, тут. Не делаю тут. Секремя қойын керек еді ғой. Сызы деп отыр. Сделаешь? Сделаем. Это у них зубайра. Зубайра. Ракета. Есім Хан Қасым, осы Орал қаласының тұрғынының біріміз, жас әншіміз қазіргі таңда. Бүгін керемет Жайдарманға келіп отырмыз, керемет көңіл күй болып жатыр. Жалпы біздің халық ырза, Орал қаласының жалпы. Осындай Жайдармандар көп болсын әрқашанда. Тек қана елімізде осындай бейбітшілік болсын. Жайдарманшылар жасасын. Біздің өзіміздің командамызға сәттілік тілеймін бәріне. Сәлем. Привет. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы, керемет. Қобалжып тұрсыз ба негізі? Жоқ, қобалжу жоқ, бірақ бар. Бүгін қандай орын аламыз деген, әлде мынандай бір бірінші орын аламыз деген ой бар ма әлде? Жоқ, біздер последний орын алуға дайындалып келдік бәріміз. Орал күніне орай, Орал қаласының күніне орай болып жатыр. Сонда Орал қаласына қандай тілектеріңіз бар туған күніне? Оралымыз әрқашан жайнай берсін дейміз. Жолдар осылай әрқашан жайнап, жылтырап тұра берсін. Мост тезірек бітсін ремонты. Деподағы мост ашылса. Сондай тілектеріңіз бар да? КТК ойынымен айналысып жатқаныңызға қанша жыл болды? Ұзақ болды ма? Мына 07-де тұр ғой сіздер, Топ 7 бізде 7 жыл болды. Сіздер 07 лайф қарнап біздің 7 жылдығымызды жүзеге арнаймыз. КТК емес, КВН Жайдарман. Рахмет. Менен негізі сестра. Жайдарманда достар, жалындаған жастар, әр сөзінде әдем әзіл, әр сөзінде ақылдастар, көңіліңді бүгін сенің бір көтеріп жүрген тастар, қалжыңдарым өтпей қатты, қайдасыңдар біз. Жалпы бүгін Орал қаласы әкімінің күніндеміз, өте керемет жоғары деңгейде өтіп жатыр ойын. Және біріншіден барлық оралдық тұрғындарды қала күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бізде көңіл күй өте керемет, мықты дайындық, ойын көрсетіп болдық. Қазір киім ауыстыратын жердеміз. Қорытындыны күтіп отырмыз. Қуантатыным Оралдың кәдімгідей архитектурасы, өркендеуі, керемет әдемі болуы, барлығы өте тамаша, керемет екен. Бізге шыны керек қатты ұнады Орал. Бұрын ескі қала дейтін еді ғой тарихи, бірақ енді мына жақ бетіне шықтық. Жаңа қаласын көріп жатырық. Өркендей бер, жасай бер. Барлық Орал тұрғындарын, Оралға келген қонақтарды осы Орал қаласының туған күнімен, шын жүректен қала күнімен құттықтаймыз.
Орал апып өтүү. Көрер Пәлекенің мықтың Тек намысын көтер Қазақ деген ұлттың Әзіл дегендері Көңіл өмірдің әрі Жайдарманды көрер Барлық жас пен кәрі Орал қаласы әкімінің көмегі алғаш рет өтіп жатыр. 8 команда қатысып жатыр. Алғаш рет табиғатта мынадай керемет амфитеатрда бұл алғаш рет өтіп жатыр. Біз енді мұндай көрермен келеді деп ойлаған жоқпыз. Қуаныштымыз. Халық өте жақсы қабылдап жатыр. Бұның жалғасы болса екен дейміз. Бағана кішкене әзілдеп айтып өттім. Әкімнің бар кезінде бұдан да тағы да бір 2-3 этаж қосу керек секілді, себебі қаншама көрермен көре кетіп бара жатыр. Туған күніңіз құтты болсын, оралдықтар. Оралдық көңіл күй. Мына Жайдарманда осындай тамаша сөз бар. Әрқашан жоғары болсын, тілекшімін. Қайда жастар